Армысыздар, ардақты ағайын, қадірменді ұлттық өнердің шын жанкүйерлері. Қазақстан ұлттық арнасы мен Қазспорт телеарнасында көкпардан ересектер арасындағы ел чемпионаты. Қадірменді ағайын, бүгін сіздер осы бәсекенің екінші кездесуін тамашалайтын боласыздар. Алдарыңызда Алматы қаласының көкпар командасы мен Ақтөбе құрама командасы. Алматы қаласы мына топта өнер көрсетпек. Ақылбек Қымызбаев, Сержан Ешметов, Нұрлан Бейсенбаев, Мадияр Сейдуалиев, Ахан Пірімқұлов, Нұрлыбек Мәдеш, Сержан Серік Жүнісбаев, Болат Ниязбеков, Елдос Өркенов, Дулат Батырбеков, Досжан Елубаев, Дәулет Қалеев. Команда жетекшісі Дербіс Байділдаев, команда жаттықтырушысы Ғани Нұржанов. Ал Ақтөбе көкпар командасы мына топта өнер көрсетпек. Мағжан Ахетов, Қанат Тұрсынбаев, Азамат Серғазин, Серік Үсенов, Әкімалы Қарабалин, Тимурхан Иманғалиев, Бейбарыс Жарылқасынов, Алшынбек Бектұрсынов. Команда жетекшісі әрі бапкері Абат Аймағанбетов. Қадірменді ағайын, сонымен қатар бүгінгі бәсекеде төрелік ететін төрешілермен де таныс болыңыздар. Ортадағы төреші Бақытжан Төлегенов, қапталдағы төрешілер Бейбіт Салмаев, Ерболат Балтабаев, Талғат Омарбаев. Осындай азаматтар бүгінгі бәсекеде төрелік ететін болады. Ал сіздермен бірге мен әдеттегідей қадірменді ағайын Нұрсұлтан Құдайбергенұлы, өздеріңіз білесіздер, өткен аптада біз осы ел чемпионатының шымылдығын түрген болатынбыз. Сол бәсекеде алғаш болып Әулиеата және Ақтөбе құрама командасы өз өнерлерін ортаға салған болатын. Мінекей енді екінші кездесу Ақтөбе және Алматы қаласының көкпаршылардың арасында өрбуде. Серке қазір ойын ережесіне сәйкес кіші шеңберде, шабандоздарға берілетін уақыт 1 минут. 1 минуттың ішінде қазір Серкені көтеріп алып кетуі тиіс. Мінекей әдегеннен қазір Ақтөбе көкпар командасының шабандозы Қанат Тұрсынбаев Серкені тақымға басты. Қанат қалай қылар екен? Шабуылға шыққан сәтін байқап отырсыздар. Қарқыны жаман емес, ұмтылысы да жаман емес. Өкінішке орай Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Тамаша, өте тартысты кездесу болады деген үлкен үмітіміз бар. Себебі Алматы және Ақтөбе көкпар командасының деңгейлері бірдей. Ал енді ортада Ақылбек Қымызбаев пен Мағжан Ахетовтың арасындағы жекпе-жек сайысын көріп отырсыздар. Енді қазір күні осы Алматы қаласы әкімдігі ерекше қолдау көрсетіп ұлттық спорттың дамуына сүбел үлес қосуды жоспар құрып отыр. Бүгінде осы Алматы қаласында ұлттық спорт түрлерін қарқынды дамытуға күш салмақ. Мінекей қазір Ақылбек Қымызбаевтың қадірменді ағайын мықтылығын байқадыңыздар. Өте керемет. Әдегеннен Серкені тақымға мықтап басып алды. Қазір командалық әріптестерде көмекке келгендігіне куә болып отырмыз. Жігіттер енді қазір барынша шабуылға шығатын болады. Осы қарқыннан таймау керек. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Қайта жекпе-жек сайысы. Негізінде осындай Серкені тақымға басы салысымен туралап қазандыққа беттей шапса, өте керемет, жақсы болар еді, бірақ ол әдісті жасай алмады. Қазір ортада қайта жекпе-жек сайысы. Ақылбек пен Мағжан арасындағы тартысты көріп отырсыздар. Мағжан астындағы атақты Мираж. Мінекей қазір Мағжан Ахеттің мүмкіндігін байқадық. Бірақ Ақылбек те бірден беріле салатын жігіттердің қатарынан емес. Қазір мінекей Серкені бірінші болып тағы да жекпе-жек сайысында әдемі көтеріп кетті. Бұл Ақылбектің тәсілі, қадірменді ағайын. Тартысын қыза түскен сәті әлде болса Алматы қаласының көкпаршылары Серкені ешкімге берместен тақымға мықтап басып шабуылға шығуда. Осы деңгейде өнер көрсетсе, бүгінгі бәсекеде жоғары нәтижеге қол жеткізеді деген үлкен үмітіміз бар. Есеп әзірге өздеріңіз көріп отырғандай 0-0, есеп ашылған жоқ.
Сол себепті қазір күш салу керек. Алматы қаласының көкпаршылары қазір қазандыққа жақындаған сәтін байқадыңыздар. Жоқ, қорғанысы мықты. Жақындатқызбады қазандыққа. Келіп тұрған сәтінде серкенің салуына мүмкіндіктері бар болатын. Бірақ өздеріңіз көріп отырсыздар міне. Қазандыққа жақындатқызбастан серкесімен қоса ойын алаң сыртына ығыстырып шығарып жіберді. Әлде болса серке сол Алматы қаласының шабандозының тақымында мықтап басып алған. Қазір осы жерде енді барлығын тарқатып жеке дара шығу керек. Сол әрекетті жасаған жағдайда салымды болуына мүмкіндіктері бар. Тамаша қазір қазандыққа жақындаған сәті салым. Алматы қаласының көкпаршылары есепті ашты. Салымды салған қадірменді ағайын. 3-ші нөмірдегі Нұрлан Бейсенбаев. 1984 жылы туған, тұлпары Тортөбел, Алматы қаласында дүние келген. Керемет. Қараңыздар, қандай салымды өзі сала білді. Сонымен қатар ерекше атап өтуіміз керек. 7-ші нөмірдегі Серік Жүнісбаевтың да көмегі көп болған екен. Сонымен қатар Ахан Пірімқұлов енді жақсы командалық әріптесіне қолдау көрсетті. Серке кіші шеңберде шабандоздарға берілетін уақыт 1 минут. Бір минуттың ішіндегі серкені алу керек. Егерде осы кіші шеңберді алынмаған жағдайда жекпе-жек сайысына жалғасын табады. Бірақ мінекей өздеріңіз куә болып отырсыздар. Жігіттер серкені жерде тастайтын түрі жоқ. Тағы да жұлып алып кетті. Бірақ серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Қазір ортада қайта жекпе-жек сайысы ұйымдастырылады. Жекпе-жек сайысында бұл жол кім екен? Ақылбек пен Мағжан. Ақылбек енді жекпе-жек сайысының қас шебер екендігін танытуда. Әрбір шыққан әрекетінде өте ұпайды жоғары деңгейде иеленіп жатыр. Әрі серкені жерде қалдырып жатқан жоқ. Бұл да өте бір асқан шеберлік екендігін біз атап өтуіміз керек. Тамаша салым. Керемет. Ақылбек Қымызбаев есептеселеген. Қадірменді ағайын таныс болыңыздар. 1985 жылдың келген Ақылбек Қымызбаев ақбоз атты керемет саусындай ақбоз атымен салымды сала білді. Есептеселеді. Қараңыздар, асқан шеберлік. Үлкен шеңберде болсын, жекпе-жек сайысында болсын, шабуылға шыққан сәттерін қай-қайсында болсын мықтылық танытуда. Жарайсын. Бұл енді нағыз көкпар бәсекесіндегі жігіттің мықтылығын, күштілігін көрсететін әрекеттерді осы Ақылбек Қымызбаев жоғары деңгейде жасауда. Серке кіші шеңберде тағы да сол Алматы облысының жігіттері. Бұл жолы 2-ші нөмірде көкпаршы Сержан Ешметовтың тақымында. Сержан Ешметов қалай қылар екен? Енді Сержан Ешметов бұл атақты Бауыржан Ешметовтың ұлы, бүркітші. Осы Жамбыл облысы, Жамбыл ауданында талай қыран құсты қолына қондырған азамат. Өзде мінекей әулетімен бүркітшілікпен айналысады. Нағыз осы қазақтың бекзат текті өнерін насихаттап жүрген әулет. Тамаша қазандыққа жақындаған сәтті тағы да Алматы қаласының жігіттері барған сайын шабуылды күшейтуде, қадамдарын өте нық мықтап басуда. Бұл жолда
сол қадамынан жаңылмайтын түрі бар. Серке қайта үлкен шеңберде. Бұл жолы кімнің мерейістен болар екен? Ақылбек және Азамат. Ақылбек қайта мықтылық танытты. Енді жекпе-жек сайысында бүгін кездесуде Ақылбекке шақ келер ешкім болмай тұр. Жасыратын жоқ. Шабуылға шыққан сәті. Міне қазандықтың тура түбінде. Ұмтылған сәт. Нағыз қарбаластың қызған сәті. Кімнің мерейістен болар екен? Тамаша. Қазір байқайтын боламыз. Өте керемет. Жасыратын жоқ, нағыз өте үлкен жетістікті көрсетуде. Тамаша қазір қорғанысты күшейткен, бірақ оған қарамастан Алматы қаласының жігіттері. Оның ішінде қазір 4-ші нөмірде қадірменді ағай Мадияр Сейдуәлиевті көріп отырмыз. Мадияр Сейдуәлиев қалай қылар екен? Қазір мықтап жирен тұлпарымен, жирен қасқасымен мықтап Серкені басып алған. Сәл командалық әріптестері қол ұшын беріп демеп жіберсе, Серкені қазандықтың тура ортасына түсіруге бар күшін салмақ. Осындай асқан шеберлігі бар бұл Азаматтың. Жаман емес, қазір мінеки қазандыққа жақындаған сәт салым. Ақылбек Қымызбаев екеуі керемет. Есепте еселеп кетті. Қадірменді ағайын таныс болыңыздар. Бұл Мадияр Сейдуәлиев. 1992 жылы дүние келген, тұлпары жирен қасқа. Алматы қаласында дүние келген. Жирен тұлпардың көмегімен мінеки есепте еселеді. Енді Ақылбек Қымызбаевтың да көмегі ерекше болды. Тамаша, қараңыздар, қандай асқан шеберлік. Жігіттер жарады. Серке шеңберде шабандоздарға берілетін уақыт 1 минут. Қазір 1 минуттың ішінде Серкені тақымға басып алып кетуі керек. Байқасаңыздар, бүгінгі кездесуде жирен тұлпарлар мен тор тұлпарлар көп. Әсіресе жирен қасқа, тор төбелдер бүгінгі бәсекеде жоғары деңгейде өнер көрсетіп жатыр. Тағы да Алматы қаласының жігіттері тақымға басты. Сержан Ешметов бұл жолда бар күшін салуда. Көбіне енді Сержан Серкені жұлып алып беріп, командалық әріптестерінің салымды болуына мүмкіндік жасауда. Бұл жолда солай қылар ма екен? Әлде тактикасын өзгерте ме екен? Байқап көрелік. Бірақ әзірге Сержанның Серке тақымында. Қазандыққа жақындаған сәті. Қалай қылар екен? Ұмтылыс жаман емес. Осы қарқыннан таймау керек деп ойлаймыз.
Тағы да мінекей нағыз бар күшін салып жатқан, білек күшін көрсетіп жатқан жігіттер. Екінші нөмірдегі Сержан Ешметов әлі де Серкен тақымына мықтап басып алған. Өзін құрыш қолда тақымы тастай көкпаршы екендігін таныта білді. Серке ойналан сыртына шығып кетті. Қазір ортада жекпе-жек сайысы. Жекпе-жек сайысы өздеріңіз білесіздер, үлкен шеңберде ұйымдастырылады. Нағыз құрыш қолды білекті жігіттер, қос бірдей команданың өкілдері осында шығатын болады. Алдарыңызда Ақылбек және Тимурхан. Тамаша. Бұл жолда Ақылбектің өнері өзгелерден оқ бойы озық болып тұр. Әсіресе дегеннен Серкені бірінші болып көтеріп тақымға басып жатыр. Бұл енді өте керек. Тамаша әдістеп біз бағалауымыз керек. Қазір мінекей тағы да Серкені мықтап тақымға басып алған. Қазандыққа салатын болады. Қарқыны жаман емес. Тамаша салым қадірменді ағайын. Мінекей Алматы қаласының жігіттері есепті 4-0-ге жеткізді. Серік Жүнісбаев қадірменді ағайын. 7-ші нөмірдегі 1985 жыл дүние келген. Тұлпары Кері Төбел Алматы қаласында дүние келген. Керемет. Жігіттер енді өте ұйымдасқан тұрғыда жоғары деңгейде өнер көрсетіп жатыр. Бұл өте бір мақтауға тұрарлықтай бір ұйымшылдықтың үлкен бір нәтижесі деп біз бағалауымыз керек. Жаман емес. Осы қарқыннан таймаса, Алматы қаласының жігіттері үлкен жетістікке жетеді деген үмітіміз бар. Қадірменді ағайын, осыменен біздің алғашқы бөлімде аяқталды. Бастапқы 20 минут қорытындылады. Енді алдағы біз екінші таймда жігіттердің мықтылығын байқайтын боламыз. Әзірге Алматы қаласы көш бастап тұр. Нақты айтар болсақ, Нұрлан Бейсенбаев, Ақылбек Қымызбаев, Мадияр Сейдуалиев, Серік Жүнісбаев сынды жігіттер өте жоғары деңгейде өнер көрсетті. Бұл жігіттердің іс-әрекеттері жалпы команданың барлық мүшелерінің күші деп бағалауымыз керек. Себебі көкпар бәсекесі, командалық бәсеке ұйымдасқан тұрғыда бір жеңнен қол бір жағадан бас шығарған кезде ғана осындай нәтижеге қол жеткізуге болады. Сол себепті жігіттердің ұйымдасқан бәсекесі жалпы бірлігі бекем екендігі көрініп ақ тұр. Тамаша. Өте керемет. Қараңыздар, әрбір әдісті жасардың алдында Алматы қаласының жігіттері жоғары деңгейде дайындықты өткізген. Қадірменді ағайын, назарларыңызда көкпардан ересектер арасындағы ел чемпионаты. Өздеріңіз куә болдыңыздар. Алматы және Ақтөбе көкпар командалары арасындағы бәсекеде алматылық жігіттер бәсекенің бірінші минутынан жоғары деңгейде нәтиже көрсетуде. Осы нәтижесі арқасында қазір көріп отырсыздар. Ұпай санымен алда келе жатыр. Енді команда жетекшісі Ақтөбе көкпар командасын бастапқы минуттарда Мағжан Ахетовті шығарған болады. Мінекей қазір арагідік демалтып алып, ойынның екінші кезеңінде қайта Мағжан Ахетовті жекпе-жек сайысына шығарды. Енді жекпе-жек сайысында өте жауапты, іскер, көп осы көкпардағы бәсекенің қыр-сырын білетін жігіттер шығуы тиіс. Мінекей бұл жерде қазір Мағжанның сәлде болса демалып тынығып алғандығы көрініп тұр, бірақ Ақылбек, білесіздер қадірменді ағайын, Серке қолын ұшына тисе болды, бірден тақымына мықтап басады. Бұл сондай Ақылбек.
Қайта мінекей Серкені тақымға басып алып шыққан Ақылбекті көрген едік, бірақ Ақтөбе көкпар командасын жігіттері де ұмтылысты керемет жасады. Қандай салым болар еді, бірақ өкінішті әрине. Шабандозын үстінен лақтырып, бір сәлде болса қолайсыз жағдайға тап болды Алматы қаласының көкпаршысы. Бірақ дегенмен де ат жалын тосады дейді қазақта. Аттан құлаған жігіттің денесі ауырмайды. Сол себепті қайта біздің батыр жігіттеріміз атқа қонып бәсекені жалғастыратын болады. Кездесу өте тартысты, өздеріңіз куә болып отырғандай. Әрі қадам, нақты, мықты. Қазір мінекей ортадағы төреші ойын ережесін бұзғандығы үшін Алматы қаласының нөмірі 9-шы көкпаршысы Елдос Өркеновті қаранарға жіберді. Көкпарда өздеріңіз білесіздер, ойын ережесін бұзған шабандозға 2 минут кемі және 5 минут ойыннан аластатады. Сол себепті осындай нақты ережесі бар. Ал Елдос болса, бүгінгі бәсекеде өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл жерде аттың қатты қарқынымен келіп, көкпаршыны соққан. Сол себепті ойынға әзірге араласа алмайды. Енді Ақтөбелік жігіттердің мүмкіндіктері бар. Олар 4 көкпаршы. Ал Алматы қаласының жігіттері болса небәрі 3. Осы 3 көкпаршыны алтай өтіп салым саларды деген үмітіміз бар. Бірақ алматылықтар өздеріңіз куә болдыңыздар. Олай шағылар жаңғақ емес. Әдегеннен бағыт бағдарын білет. Әрі команданың жетекшісі Дербіс Байділдаев, ал команданың жаттықтырушысы Ғани Нұржановтың тікелей тапсырмасымен жігіттер өте бір ұйымшыл жоғары деңгейде өнер көрсетуде. Енді Алматы қаласы көкпар командасының өзіндік тарихы бар. Осы тәуелсіз Қазақстан тәуелсіздік алған күннен бастап осы көкпардың қарқынды дамуына Дербіс Байділдаев сүбелі үлес қосып келе жатыр. Бүгінде осы команданың таратпастан ұстап отырғандығы ерекше қуантады. Тағда мінекей ойын ережесін бұзғандығы үшін қаранарға жіберді. Бұл жолы кім екен? Байқап көрелік. Бұл жолы Ақтөбе көкпар командасының шабандозы Мағжан Ахетов. Мағжан Ахетов мираж атты. Енді Мағжан Ахетов көкпарда нағыз Ақтөбе көкпар командасына көмегін тигізетін түрлі тәжірибесі, түрлі әрекеттер жасайтын тәжірибесі бар көкпаршы екендігін біз естеріңізге сала кетейік. Мінекей шабуылға шыққан сәті алматылықтардың қайта қазандыққа жақындап қалған кезін көріп отырмыз. Бұл әрекетті қалай жүзеге асырар екен? Байқасаңыздар, Ақылбек Қымызбаев шабуылда мінекей таза салым салуына мүмкіндіктері бар. Есеп еселетті. 3-3 көкпаршымен Алматы қаласынан шабандоз қалды. Ақтөбе көкпар командасының шабандоз осы сәтті ұтымды байланған Ақылбек мінекей Ақбоз атты керемет тұлпарымен жеке дара Серкені сілкіп тұрып қазандықтың тура ортасына түсірді. Керемет, жарайсың Ақылбек. Бүгінде Ақылбек осы байқасаңыздар, бүгінгі кездесуде осыменен екінші рет салынды болып отыр. Бәсекенің 8-ші минутында екінші салымды салса, мінекей қазір бәсекенің 26-ші минутында 5-ші салымды салып отыр. Бұл енді Ақылбектің мықтылығы сөз жоқ. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада қайта жекпе-жек сайысы. Бұл жолы енді өздеріңіз көріп отырсыздар. Ақылбек тағы да Серкені мықтап тақымға басты. Жалпы көкпардың айласында Ақылбек, Ақылбай есімді жігіттердің барлығы өзі шапшаң қимылдайды.
осыны айта кетуіміз керек. Енді көкпардың нағыз қыранына айналып үлгерген оңтүстік Қазақстан облысында Ақылбай Манкеев есімді тамаша азамат көкпаршы тұрады. Ал енді Ақылбек те сол аға буын өкілдерін салып кеткен сара жолын жалғастырып жүрген жігіттердің бірі. Тамаша, байқасаңыздар, Ақылбай Манкеев көкбұрылмен бәсекеде бағын сынаса, мінекей Ақылбек Қымызбаев Ақбоз атпен шабуылға шығып жатқан жайы бар. Енді қазір кезек Ақтөбе көкпар командасында. Тамаша шабуылға шыққан сәті жеке дара жақындап келеді. Қалай қылар екен? Серкені қазандыққа түсіре алар ма екен? Деген ай, қандай мүмкіндік. Асықпай келу керек еді. Сәл де болса, енді Серке 35 келе қадірменді ағайын. Сол себепті қазандықтың түбіне келіп, жақындап келіп Серкені лақтырмаса, ауып түсіп кетеді. Тамаша екінші мүмкіндіктерін жасауда. Бірақ алматылықтар қай жағынан келсе де Серкені салғызбаудың барлық әрекетін жасауда. Қорғаныста күшті байқасаңыздар. Тамаша қазандықтың түбінде қарбалас сәт. Қайта мінекей Серкені салдырмастан ақтөбеліктер суырып алып шықты. Мағжан Ақетіп, қараңыздар, аттан аяғын қайырып алса да, Мираждың бар күшін салып Серкені жұлып алып шығып кетті. Бұл да кереметтілік, бұл да мықтылық. Сөз жоқ, жасыратын жоқ. Осындай жігіттердің жалпы мықтылығы, күштілігі көпке үлгі болып жүр. Қазір тағы да ортадағы біз бәсекені байқаудамыз. Ортадағы төреші ауызша ескертуін жасады Бақытжан Төлегенов. Аттың қатты қарқынмен келіп соғуға болмайды. Енді көкпаршылар осы қағиданы әсте-әсте ұмытып кетіп жататын жайы бар. Бірақ реті келсе көкпарда аттың қатты қарқынымен келіп соғуға болмайтындығын біз айта кетуіміз керек. Ал енді бүгінде тамаша қандай мүмкіндік, бірақ көрдіңіздер, Серкені тура ортасынан түсіре алмай қалды. Айта кетуіміз керек, бүгінде көкпар ұлттық спорт түрлері қауымдастығы бекіткен ережеге сай жүзеге асуда. Нақты белгіленген, бекітілген халықаралық көкпар федерациясы да осы ережені бекіткен. Енді болашақта көкпар бәсекесін одан әрі дамыту үшін көкпар ережесіне бірнеше өзгертулер мен толықтырулар енгізу ұсынысы бар екендігін біз айта кетуіміз керек. 2016 жылдан бастап жаңа ереже қолданысқа енгізілетін болады. Осындай үлкен жоспар бар. Сол жоспарды жүзеге асыру үшін қазір барлық жағдайлар жасалуда. Тамаша салым! Керемет, қандай салым өздеріңіз көрдіңіздер. Бұл салымды жүзеге асырған қадірменді ағайын Ахан Пірімқұлов. Керемет, жасыратын жоқ. Жұлып алып шығып, Серкені сілкіп лақтырып жіберді. Кәдімгідей керемет. Бұл енді асқан шеберлікпен орындалатын әдіс тәсіл. Кез келгеннің қолынан келе бермейді. Сол себепті Аханның атой салғандығы көпкелге болды. Қараңыздаршы, Серкені сілкіп салды деген осы болар. Серке кіші шеңберде шабандоздарға берілетін уақыт 1 минут. 1 минуттың ішінде кімнің мерейі үстем болар екен? Намысты қолдан бермей, барлық
қырынан атой салып жатқан жігіттер Серке ойын алаң сыртына шығып кетті тағы да. Мінекей Ақылбек тағы да керемет. Ақылбек Қымызбаев, Қанат Тұрсынбаевпен бірге өздеріңіз куә болдыңыздар. Жекпе-жек сайысында намысты қолдан бермей Серкені тақымға басып алып кетті. Алдына керек десеңіз өңгеріп алмақшы. Бұл енді өңгеріп алды деген сөз көкпаршының білек күшін, мықтылығын көрсетеді. Шабуылға шыққан кезде алдына өңгеру, бұл енді қарсыласты аса бір басты қарсылас деп санамаудың бір түрін көрсетеді керек десеңіз. Бірақ енді жігіттер өте ұйымшыл, асқан шеберлікпен өнер көрсетеді. Тағы да мінекей қазандыққа жақындаған сәті, мүмкіндіктері бар. Қалай қылар екен? Серкені тастар ма екен? Әлде топтасып келіп тағы бір күштерін салып жіберіп, ұйымдастырып лақтырар ма екен деген қорғаныста күшті. Байқасаңыздар, ақтөбеліктер де енді барын салып жатыр, бар мүмкіндіктерін көрсетіп жатыр. Енді жігіттердің барлығы жас жігіттер. Абат Аймағамбетов бір қуанарлығы осы Ақтөбе облысынан жинап келген осы жігіттердің барлығы. Бірақ енді деңгейлері сәл де болса төмен болып тұр. Аят деген мына сәтті қарсылас команданың көкпаршысының алдынан көріп кеткендігі сәл дұрыстау болмады, бәсеке жалғасады. Әттеген жігіттер іле алмай жатыр. Мұндайда Ақылбек, Мағжан сынды әлгі жігіттер керек. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Мінекей көрдіңіздер. Қазір жоқ, әлде болса төреші белгісін бермепті. Енді мінекей ортадағы үлкен шеңберге әкелу керектігі айтылуда. Ақылбек Серкені тақымға басты. Тамаша. Қандай деңгей көрсетер екен? Қазір Серкені екінші нөмірдегі Сержан Ешметов мұқтап басып алған. Сержан қазір қазандыққа жақын қалды. Командалық әріптестерінде көмегі ерекше. Жаман емес. Байқасаңыздар, салым салатын сияқты болып көріліп тұрмаған. Әттеген мінекей қараңыздар, Серкені лақтырып қайттан суырып алып кетті, тура ортасына түспеді. Қазір командалық әріптестеріне алмастыратын болады. Жоқ, қайта өзінде. Қайта шабуылға шықты. Қайта шапқан жау жаман деген сияқты ақтөбеліктерге ұмтылу керек. Бірінші мүмкіндігі мүлт жіберді. Екіншісінде барын салат деген үлкен үмітіміз бар. Тамаша, салым. Керемет. Салым салған қадірменді ағайын. Сержан Ешметов 1977 жылы дүниеге келген. Тұлпары Бесқасқа, Алматы қаласы. Керемет. Бесқасқаның көмегімен
жоғары деңгейде салымды орындай білді. Керемет, тамаша, осындай жоғары деңгейдегі әдістерді жасаса жігіттер алдына шығады деген үмітіміз бар. Қадірменді ағайын, осыменен бүгінгі бәсеке де өз мәресіне жетті. Өздеріңіз куә болғандай, осы сайыста Алматы қаласының жігіттері өте жоғары деңгейде өнер көрсетті. Салынды болды, жеңіске жетті. Атап өтейік. Нұрлан Бейсенбаев, Ақылбек Қымызбаев, Мадияр Сейдуалиев, Серік Жүнісбаев, Ақылбек Қымызбаев, мінеки тағы да. Сонымен қатар Ахан Пірімқұлов, Сержан Ешметов сынды жігіттер бүгінгі бәсекеде салымды болды. Ал енді Алматы қаласының құрамымен қайда сіздерді бір таныстырып өтейін. Бұл жігіттер өте сондай асқан шеберлікпен өнер көрсетті. Ақылбек Қымызбаев, Сержан Ешметов, Нұрлан Бейсенбаев, Мадияр Сейдуалиев, Ахан Пірімқұлов, Нұрлыбек Мәдеш, Серік Жүнісбаев, Болат Ниязбеков, Елдос Өркенов, Дулат Батырбеков, Дошан Елубаев, Дәулет Қалиев. Команда жетекшісі Дербіс Байдылдаев, команда жаттықтырушысы Ғани Нұржанов. Мінекей 7-0 есебімен жігіттер айқын басымдықпен көш басына шықты. Енді өз топтарында әзірге Алматы қаласы тамаша өнер көрсетуде. Жасыратын жоқ, осындай жігіттер осы қарқыннан таймаса, ел чемпионатында біраз биік белестерді бағындырады деген үлкен үмітіміз бар, қадірменді ағайын. Әзірге деңгейлері, қарқындары жаман емес. Тамаша, екінші бөлімдегі өте қызықты тартысты сәттерді сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз, қадірменді ағайын. Керемет, қандай салымдар, жігіттердің ұйымшылдығы, жалпы көкпар десе ішкен асын жерге қоятын нағыз бақадыр жігіттердің өнеріне куә болдық. Қадірменді ағайын, мен сіздермен келесі аптаға дейін көріскенше күн жақсы болсын демекпін, әр күндерін жеңіске толы болсын. Көкпар бәсекесінде тұлпарымыз сүрінбесін бастысы.